ойладым, телефон зарядчик па, сондай бірдеңе алып атқан шығар деп. И пакетіңді алдым да сен артқа қарай қойдың, артқы жаққа қарай. И ол жақта есігін жапты, не үшін сол кезде багажды аштың сен? Сол сұрақ. Осы жерден ұсталады бұлар. Сол моментте камера бар ол жерде. Мен нақты айта аламын. Ол жерде камера бар, осы бізді айналамыз ол. Сол багажды ашты деп жатыр ғой. Мен до конца күттім, не үшін сөйлемедім. Багажды ашқанымды камерадан көрсетіп берсін маған. Мен дәл сол күні багажды ешқашан ашпағам. Ортаға салдым. И машинаның іші шам болады, дұрыс па? Шамды сүрттік. Оны сүрттік, екет қалдық. Багажды ашқанымды дәлдеп берсін, болды. Басқа дым айтпаймын. Потому что мен есіктің артын ғана аштым да, пакетті қойдым. Камера бар ол жерде. Камера бар. Айо, Балсахан, өтініш мен рұқсат болса, мынандай да, жігіттер, мен ренж болмасын, сендер ренж бассынар, түсініп тұрмын сендерді ше. Ақта Нұржан, сенің бүйтіп күйіп пісетіндейін емес та, мен семен бірінші сөйлескен кезімде не әңгіме болғамыз арамызда білесің ғой. Мен сенен күмәнданбаймын дедім, Нұржан. Сен ашығын айтсаш, еркекше. Жоқ, Абылай, бірақ нәрсе соны мен талап етем. Мен соны талап етем, Балсахан. Бұл жерде статьямен мен талап ете аламын бұны. Дәл осы қыздан, дәл осы нәрсе мен талап ете аламын. Потому что ол жерде камера бар. Барда заявление жаз. Ашпағанымды мен дәлелдеп ете аламын. Жақсы, былай жасайық. Сіздің сөзіңізді мен естідім. Айтып жатсыз ғой. Дәл сол күні неге мәселе бұл кісінің де айтып жатыр.